Саламатсыздар ма? Металлургия білім бағдарламасының студенттеріне арналған металлургия өндіріс негіздері пәні бойынша дәріс беруші Әбдірашит Асылбек Мәрамханұлы. Дәріс нөмір 9. Электр пештерде болат өндірісі. Дәрістің мақсаты: электрлік және индукциялық пештерде болат балқыту өндірісін және қайта балқытуға арналған қондырғыларда болатты тазартуды оқып білу. Дәрістің жоспары: доғалы және индукциялық пештерде болат өндіру. Екінші, болатты қайта балқыту қондырғыларын тазарту. Үшінші, болатты пештен тыс тазарту. Кілт сөздер: электр пеші, индукциялық пеш, қайта балқыту, электрод, болат, тазарту, электроқожды, вакуумды доғалы, электронды сәулелі, плазмалы доғалы. Доғалы және индукциялық пештерде болат өндіру. Электр балқыту, болат балқыту барынша жетілдірілген әдісі. Оның конвертерлі Мартен пештеріндегі болат өндірісімен салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар. Жылу режиміне реттеу қарапайымдылығы және үрдістің жоғары температуралы зиянды қоспалардың барынша бөлінуін жеңілдететін жоғары негізгі қождарды қолдануға мүмкіндік береді. Пештің тотықсыздандырушы атмосферасы болаттың тереңірек қышқылстануына себепші болады. Электр пештерде жоғары сапалы конструкциялық құралдық, коррозияға төзімді, ыстыққа төзімді және тағы басқа арнайы болаттар мен қорытпалар балқытылады. Болат балқыту үшін доғалы және индукциялы электр пештер қолданады. Кеңінен қолданатын доғалы пештердің сыйымдылығы 0,5 тоннадан 360 тоннаға дейін ауытқиды. Орташа және үлкен сыйымдылық пештер металлургиялық зауыттарда құймалар алу үшін, ал сыйымдылық аз пештер машина жасау өнеркәсіптерінде болат құймаларын бұйымдарының алу үшін қолданылады. Электрдоғалы пештерде жылу көзінің рөлін металдық шиқырам мен графиттелген электрод арасында қозғалатын электрдоға атқарады. Пеш жазық немесе сфералы түбі бар. Ішіне отқа төзімді кірпішпен қаланған дәнекерленген цилиндр бүркеніштерден электродтарға арналған тесігі бар алынбалы күмбезден тұрады. Электродтар электрод ұстағыштармен бекітілген және арнайы механизм көмегімен автоматты түрде вертикалды бағытта қозғалады. Ерекше механизмі бар пештен кетуге мүмкіндік береді. Болат шығарған кезде пешті ағызу тесігіне қарай қожды шығарар кезде жүктеу терезесіне қарай кетеді. Трансформатор бірінші ретті формасы 630 кВ айнымалы токпен қоректенеді. Нәтижесінде екінші ретті орамада бірнеше сатылы 90-нан 280 вольтқа дейін төмен кернеу ток алынады. Трансформатор қуаттылығы мен электрод диаметрі пеш сыйымдылығымен анықталады. Электроұстағыштар тоғы иілмелі кабельдер шиналар арқылы беріледі. Болат шиқырам болат сынықтары легірленген қалдықтар, шойын, қождама, зиянды қоспалар және қышқылсыздандырғыш жатырады. Пештің құрамын, яғни жоғарғы жағын жүктеуге гриферлер орындалады. Бұл яғни пештің электродоғалы пештің сұлбасы. Ең бірінші бұл келген трансформатор төмендеткіш, яғни сырттан келген электр энергиясын қанша мөлшерде жіберу керек реттеп отырады. Екінші бұл яғни электродқа берілетін кабельдер. Үш яғни гидравликалық жентек. Бұны яғни еңкейтуге ыңғайлы. Төрт бұл яғни тіреуіш сектор тірегі. Бес еңкейтуге арналған сектор. 6 пеш табаны. 7 металл шығаратын тесік. 8 яғни пештің күмбезі. 9 үш электрод. 10 яғни бұл яғни электродты көтеріп түсуге алған механизм. Яғни шиқырам материалдар тиіп жүктеу терезесіне тиіп болғаннан кейін, яғни металл яғни болат балқытылып болғаннан кейін пешті яғни жүктеу терезесі арқылы шлак, мына жерден металл шығарылады. Шиқырам материалдардың фосформен және басқа қоспалардың көп мөлшері болғандықтан
тотықтырып балқыту үрдісі қолданылады. Оларды тотықтыру және үрдісті жеңілдету үшін пешке балқыту басында және барысында темір кенмен әк салынады. Темір оксидті қоспаларын тотықтырады. Негізгі Мартенді скраб үрдісінде темірлі қож түзіледі. Фосфордың металға қайта тотықсанның алдын алу үшін фосфорлы қожды ағызып алады. Қоспалардың тотығуы жүретін бұл кезең тотықтыру кезеңі деп аталады. Оның аясында қоспалар еріген газдар мөлшерін азайтады, ал металдағы фосфор мөлшері минималды болады. Оттегіні пайдалану үрдісті үдетуге, көміртегі мен басқа қоспалардың тотығу жеңілдету мүмкіндік береді. Ваннаға оттегіні үрлеуші құрамның балқу мен металдың қызу уақытын қысқартады және нәтижесінде тотығу кезеңінің ұзақтығы қысқарады. Сонымен қатар металдың бейметалл кірінділер мен газдармен ластану қаупі бар. Оттегіні пайдалану әсіресе коррозияға төзімді, көміртегі концентрациясы төмен, басқа да болатын маркілерін балқытқан тиімді. Оттегіні қолданғанда балқыту ұзақтығы 30-35%, электр шығыны 20-25% азалады. Бұл болаттың сапасын жақсартады. Қазіргі уақытта электр доғалы болаттың 3/2 бөлігін болат қолдану арқылы балқытылады. Тотықтыру кезеңінен кейін балқытудың тотықсыздандыру кезеңі басталады. Тотықсыздандыру кезеңі негізгі мақсаты болатты қышқылстану, күкірттен арылу, металдың химиялық құрамы мен температурасын түзету. Тотықтыру кезеңінің қожын ағызып алған бойда металл бетіне ұнтақталған ферромарганец, ферросиликий марганец түрінде қышқылстанды беру арқылы болатты қышқылстандырады. Содан соң металл сапасының 2,5-3% дейін мөлшерінде жаңадан әкті қош түзеді. Металл әлде тереңірек қышқылстандыру үшін қожды қосымша қышқылсыздандырғыштар және кокс оттарының қоспасы өңдейді. Қождың қышқылстануы ферромонның тотықсыздауына себепші болады. Қазіргі темір тотығының концентрациясы азалуы, яғни таралу заңына сәйкес, оның металға диффузиациялануына әкеледі. Ол өз кезегінде металдың қышқылсыздандыруын туғызады. Үрдіс қож немесе оның металл шекарасында өтендіктен металдық қышқылстану өнімдері кремний тотығы, марганец тотығы, алюминий 2O3 тотығы сияқты бейметалл кірінділермен ластанбайды. Қышқылстану өнімдерінің ластануы әдетте тұнбалы қышқылстандыруға тән құбылыс. Тотықсыздандыру кезеңі барысында пеште ферромон мөлшері жоғары негізде ақ қош түзіледі. Ақ қош болаттың терең десульфурациясын қамтамасыз етеді. Мартен пештерімен салыстырғанда электропештерде металл диффузиясының терең өтуі үрдіс температурасының жоғарылығымен, қождың жоғары негізділігімен және ондағы темір тотығының мөлшерінің азындығымен түсіндіреді. Қождағы ферромон және марганец мөлшері пайыздың 10 үлесіне дейін төмендейді, ал күкірт концентрациясы зерге дейін жеткізеді. Балқыту аз мөлшерде қышқылстандырғыштарды ферросилиций, алюминий және легіруші элементтері берумен, олардың толық игерілуінен кейін болатты шөмішке шығарылуымен аяқталады. Қышқылды электр доғалы пештерде балқытуды әдетте құю цехтарында фасондық болат құйма бұйымдарының өндірісінде қолданылады. Пешті қышқылды футировка, ал балқыту 65%-ға дейін кремний тотығы құрамдас қышқыл қожбен жүргізеді. Зиянды қоспалар арылу болмағандықтан шик құрамында тек таза шикізат материалдары әдетте өзінің өндіріс қалдықтары қолданылады. Тотықтыру кезінде күкірт пен фосфордың таза темір кенінің шамалы мөлшері енгізіледі. Қышқылды үрдісте ваннаның қайнауы негізгі үрдістегідей болат сапасы үшін маңызды, өйткені осы кезде металл араласып, оның құрамындағы бейметалл кірінділер газдар бөлінеді. Тотықтыру кезеңінен соң жаңа қож түзгіш қоспалар кварц құмы, шамот шынығы тағы басқа қожда жартылай жаңғыртады. Қожда ұсақталғаннан ферросилиций мен кокс пен ағаш көмірмен қышқылстандырады. Көміртегінің қажетті мөлшерде қол жеткізген соң болатты ферросиликий, марганец, алюминиймен қышқылстандырады. Күкіртті қышқылды үрдістің кемшілігі зиянды қоспалардан таза шикром материалдары араласуына әкеледі. Қышқылды футировка негізден арзан және өте жоғары, металл газға қаныққандығы аз, температурасы жоғары және аққыштығы жақсы. Бұл фасондық құю
құю үшін өте маңызды. Қышқыл пештер сыйымдылығы әдетте 1 және 5 тонна болады. Индукциялық пештерде бірнеше килограммнан 90 тоннаға дейін ауытқиды. Индукциялық пештерде қыздыру айнымалы электромагниттік өрісті ағындармен және сұйық металда бөлінетін жылу есебінен жүреді. Болатты балқыту индукциялық пешіне екінші суретте келтірген магнитсіз бүркеншікке индуктор отқа төзімді материалдар тию арқылы орналасады. Ал келесі индукциялық пештер бұл үшінші суретте көрсетілген. Суретке назар аударсақ, бірінші яғни индукциялық пеш, олар яғни болат бүркеншіктерден қапталған. Екінші индуктор, бұл яғни екі индуктордан тұрады. Бұлар металдың құрамындағы яғни болаттың тазартуға, индукция арқылы осы екі электромагниттік өрістің пайда болу арқылы жүреді. Үшінші бұл тигл, 4 металл, 5 бетінде түзілетін қож, 6 бұл металл шығаратын ауа. Ең бірінші яғни болатты тазарту үшін әкеліп құйылады. Құйылғаннан кейін екі индуктор арқылы магнитіне поля беріледі. Поля беріліп болғаннан кейін бұл яғни зиянды қоспалар жаңағыдай біз легерлеу үшін яғни ферромарганец, ферросилиций, алюминий беру нәтижесінде яғни құрамында зиянды қоспаларды алып алып, содан кейін шыққан қож металдың бетіне түсіледі. Келесі вакуумды индукциялық пеш, бұл яғни арнайы болаттар балқыту үшін қолданылады. Ең бірінші бұл тигл, одан кейін бұл жерде индуктор, су мен тоқты жеткізілуі үш, яғни 4 вакуумды камераның несі, камераның корпусы 5 сумен суытылатын күмбез, 6 ауа сору тесігі немесе цаппа, 7 бақылау терезесі, 8 ұра, 9 болат құятын құйма қалып. Бұл яғни вакуумды пештерде арнайы болаттар балқытылады. Шикром материалдар яғни болатты өңдеуге, қайта өңдеуге арналған. Бұл жерде болат құйылғаннан кейін біздің терезесі арқылы белгілі концентрацияда ауаның қысымын төмендеуіне әкеледі. Яғни сырттан ауа кірмеу вакуумның нәтижесінде көбінесе аргон мен инертті газдармен үрлеу нәтижесінде металдың сапасын жақсартады. Болатты қайта балқыту қондырғыларын тазарту. Қайта балқыту арқылы аса жоғары сапалы жауапты істерге арналған болатпен қорытпаланады. Арнайы электрометаллургияда электроқожда, вакуумды доғалы, электронды сәулелі, плазмалы доғалы әдістер және олардың үйлесімдері жатады. Украинада шығарылып жатқан шығындалатын электрондтар сумен суытылатын кристаллизаторлар электроқожда қайта балқыту әдісі коррозияға төзімді подшипниктер, құралдық және де тағы басқа арнаулы мақсаттарда қолданылатын болат өндірісінде кеңінен қолданылады. Электроқожда қайта балқыту бұл шығындалатын электродпен балқып қапталатын құйма арасында электро өткізгіш қож орналасады. Осы қож арқылы электр доғалы тоғы өткенде жылу бөлініп, оның 2000 градусқа дейін қыздырылады. Қожды доғалы электр пештерде балқытып кристаллизаторға құйылады. Шығындалатын электрод металы балқиды, тамшылап қож қабаты арқылы өтеді. Бұл металл мен қождың үлкен жанасу ауданын қамтамасыз етіп, профитанаттау үрдісінің өтуін күшейтеді. Қож қабатының астында орналасқан кристаллизаторда массасы бірнеше ондаған тоннаға дейін жетуі мүмкін құйма балқып қапталады. Электроқожда қайта балқыту нәтижесінде металл зиянды қоспалар мен бейметалл кірінділерден тазартады. Қайта балқытудан соң болаттағы күкірт мөлшері 2 есеге жуық азаяды. Сумен суытылатын кристаллизаторда жылудың қарқынды әкетілуі металдың тез қатаюын және төменнен жоғарыға балқытылған кристаллдануды қамтамасыз етеді. Нәтижесінде кеуектілік, отыру қопсылығымалығы, аймақ ликвидизациясы, бейметалл және газ кірінділер тек жоғары сапалы біртекті тығыз
құйма күйінде түзіледі. Электрқожды балқыту әлдеқайда жоғары және бір механикалық қасиеттерге ие. Электрқожды қайта балқыту үрдісі электрқожды құю. Бұл әдіс сумен суытылатын металл құю құйма қалыптарына фассондық құйма қалыптар алуға болады. Электрқожды құю балқыған металл құю қалыбын толтыруға негізделген. Ал бұл металлдың ауамен, газдармен, қалып материалдармен әсерлесуін алдын алуға көмектеседі. Шығындалушы электродты вакуумда қайта қондырғысы бұл сумен суытылатын кристаллизатор орналастырылған герметикалық камерадан тұрады. Ол келте құбыр арқылы вакуумды жүйеге жалғанған. Қайта балқытылатын электрқожды қайта балқытудағыдай алынатын құйманың болат маркасымен жасалады. Вакуумды доғалы қайта балқыту қондырғысы тұрақты токпен жұмыс жасайды. Шығындалушы электрод катод, ал сумен суытылатын мыс катализатор құймасында анод қызметін атқарады. Электр доғалы электрод пен затравка арасында тұтылады, ал жұмыс жағдайында электрод пен балқытылатын металл арасында жинайды. Жұмыс камерасында қысым 13 паскалға дейін кем ұсталынады. Вакуумды доғалы қайта балқыту металлды газдар мен бейметалл кіріндерін жақсы тазартады. Металл қасиеттері жоғарылауына вакуум өңдеу және төменнен жоғарыдан бағытталған кристалданудың арқасында қол жеткізіледі. Вакуумды доғалы қайта балқыту әдісімен массасы үлкен құймалар балқытуға болады. Қазіргі уақытта 60 тоннаға дейін құймалар балқыту игерілген. Массасы 100-ден 200 тоннаға дейін құймалар балқытуға алынған қондырғылар жоспарлануда. Электронды сәулелі қайта балқыту қондырғыларында металлдың қыздырылуы және балқытылуы жоғары кернеулі зеңбірек сәулелендіретін электрон ағындағының кинетикасы есебінен жүреді. Металлдық шиқырамды жоғары қуатты электрондар шоғырымен атқылағанда кинетикалық энергия жылулық энергия ауысады. Нәтижесінде металл балқып, сумен суытылатын мыс катализатор толтырады. Қалыптасушы құйма балқып қапталған сайын төменге тартылады. Терең вакууммен сумен суытылатын кристаллизатор қолайлы жағдайда механикалық қасиетке ие аса металл алуға мүмкіндік береді. Яғни электрқожды қайта балқыту бірінші бұл шығындалатын электрод, мыс катализатор, үшінші табаны, яғни құйма қалып, кристаллизатор, трансформатор балқытылған қос. Келесі вакуумды қайта балқыту. Бұл яғни бірінші табаны, екінші кристаллизатор, құйма, селенит, сұйық металл, және де бұл электродоғалы, бұл мына жерде 7 шығындалатын электрод, 8 вакуум камера, 9 шток, 10 бақылау терезесі, 11 тығыздағыш, яғни электрод арқылы қожбен екі ортасындағы доға арқылы металл кірінділерінен тазарту болады. Болатты пештен тыс тазарту. Болат сапасында жоғары және қосымша жақсару пештен тыс өңдеу арқылы мүмкін. Қазіргі металлургияда пештен тыс рафинаттау негізгі тәсілі сұйық металлды шөмісте синтетикалық қожбен өңдеу, болатты инертті газдармен өрлеу және вакуумдер. Әдетте рафинаттау үшін қос компонентті актив өнімді қос қолданады. Бұл қожы графиттелген бутировкаланған электрдоғалы пештеді балқытады. Балқыту температурасының салыстырмалы төмен болғанның арқасында бұндай қож аққыш белсенді жақсы десульфурациялаушы қасиетке ие. Температурасы 1350 градус. Қожды болат сапасының 5-6% мөлшерінде болатты құю шөмішіне құяды. Шөмішті болат балқыту агрегатының ауасына апарып белгілі бір температураға дейін қыздырып шығарады. Үлкен биіктіктен шөміштен қож қабатына құлап аққан сұйық ағыны көптеген тамшыларға шашырап қожбен белсенді араласады. Осының салдарынан металл мен қождың әрекеттесу беті ұлғайып, зиянды қоспаларының үрдісі қарқынды жүреді. Инертті газдармен өрлегенде кезде металл еріген газдар мен
бейметалл кірінділерінен кетіріледі. Сонымен қатар құяр алдында шеміштегі болатын температурасы мен химиялық құрамы біркелкілендіреді. Әдетте үрлеу үшін 0,2-0,8 мегапаскаль қысымдағы аргон пайдаланылады. Үрлеуде шөміш түріндегі кеуекті отқа төзімді кірінділермен және жоғарыдан түсірілетін футировка форма арқылы жүргізіледі. Аргон көпіршіктері қалқып шығуы барысында оларға еріген азот пен сутегі өтіп металлға бөлініп кетеді. Нәтижесінде осы газдардың болаттағы мөлшері азаяды. Сұйық болатты пештен өңдеуді онда еріген газдар мен бейметалл кірінділер мөлшерін азайтып жүргізеді. Вакуумды шөмішті немесе құйма қалыптары вакуумды камераға іске асырылу газ фазасынан өтіп, олардың металлдағы концентрациясы төмендейді. Нәтижесінде концентрацияның көміртегімен әлдеқайда тереңірек қышқылстану арқылы жүреді. Бақылау сұрақтары. Бірінші, электропештегі болат өндірісіндегі конвертер, Мартин өндірісіндегі конвертер салыстырғанда айырмашылығы қандай? Келесі, болат балқыту үшін қандай электропештер қолданылады? Үшінші, доғалы электропеш қандай бөліктен тұрады? Төртінші, электропештерде болат алу үрдісі қандай кезеңдерден тұрады, оның мәні неде? Бесінші, индукциялық пештердің жұмыс істеу принципі. Алты, арнайы металлургиялық қандай балқыту әдістерден тұрады, оның мәндері қандай? Жетінші, қазіргі таңда пештен өндірудің қандай негізгі әдістері бар? Дәрісті аяқталды. Бұл қолданылған әдебиеттер тізімі. Көп рахмет.